Сәлем достар, бүгін біз алмалы зефир дайындаймыз. Ол үшін бізге жасыл алма, ортасын осылай тазалап аламыз, жақсылап жуып. Және де пергамент төселген протеиніміздің бетіне қойып, пышақтың көмегімен тесіп, қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Дайын болған алмамызды суытып, блендермен езіп пюре дайындаймыз. Бір келкі пюре болу керек. Енді кезекте біз миксерімізге қантымызды, ақуызымыз және де дайын болған пюремізді салып араластырамыз. Баяу араластырамыз. Екінші сотейнигімізге біздің сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін шекеріміз, суымыз және агар-агарымызды қосып, бір келкі етіп араластырып, отқа қоямыз. Біздің сиропымыз 100 градусқа жеткенше осылай қозғап тұрамыз. Және де міндетті түрде градуспен өлшеп, 100 градусқа жеткен кезде миксеріміздің жылдамдығын арттырамыз. Біздің сиропымыз 110 градусқа жеткен кезде оттан аламыз. Және де ақуызымыз ұлғайған миксеріміздің жанынан жаймен құйып, сиропымызды қатты жылдамдықта араластырамыз. Сиропымыз құйылып болғаннан кейін 1 минут шамасында араластырып, міне осындай масса болу керек бізде, тығыз. Және де дайын мешогымызға салып, қалаған насадкамызды қолданамыз кондитерские. Және де дайындап алған пергаментіміздің үстінен өз қалауларыңызбен зефирлеріңізді орнықтырасыздар. Үй температурасында 8-10 сағат қалдырамыз. Біздің зефиріміз әбден кебу керек. Кепкен зефиріміздің үстінен жартылай қант ұнтағы және де кукуруз ұнтағын қосып араластырып, осылай сеуіп аламыз. Және де бір-бірін біріктіріп, қосып дайындаймыз. Дайын болған зефирімізді ыдыстарға салып, үстіне бересіздер. Сіздермен бірге болған Жайде кондитерлік орталығы міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайындағы керемет зефирлер.